сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз сабақта қысқаша тез өтеміз. Оқшау сөздерге сөйлемдегі басқа сөздермен синтаксистік байланысқа түспейтін дауыс ырғағы, яғни интонация арқылы ерекшеленетін сөздер мен сөз тіркестерін жатқызамыз. Яғни оқшау сөздер сөйлем мүшесі болмайды, ешқандай сөз табына жатпайды және сұрақтарға жауап бермейді. Оқшау сөзі көріп отырғандарыңыздай 3 смайликке бөлсек болады. 3 смайлик арқылы түсіндіре аламыз. Яғни бірінші смайлик арман деп шақырып тұр. Екіншісі өзінің ойын айтып тұр. Менің ойымша деп, яғни өзінің ойын, өзінің көзқарасын білдіріп тұр. Үшіншісі өзінің эмоциясын, өзінің көңіл күйін, яғни ашуланып тұрғандығын білдіріп тұр. Яғни қап, мынаны ма деп өзінің ашуланып тұрғандығын көрсетіп тұр. Яғни оқшау сөз ол. Арман деп шақыруы өзіне қаратуы арқылы қаратпа сөзді қолданады. Өзінің ойын, өзінің көзқарасын білдіру үшін қыстырма сөзді қолданады. Өзінің көңіл күйін, эмоциясын білдіру үшін, көрсету үшін одағай сөздерді қолданады. Қазір біз қысқаша мысалдарды қолданатын боламыз. Бұл мысалды мен қалай түсіндіремін? Осы жерде доска сообщений деген бар. Яғни біз сабақта қолданатын тақталар секілді осы жерге мен жазып сызып көрсете аламын. Қазір осы жерге өзімнің дайындаған мәтінімді сіздерге көрсетемін. Яғни ең бірінші оқшау сөзді біз сөйлемнің ішінен қалай табамыз? Оқшау сөз әрдайым сөйлемнен бөлек келеді. Яғни сөйлемнің ішінде өтір арқылы белгіленеді. Мына жерде өтір тұр. Егер сөйлемнің басында келетін болса, сөзден кейін өтір тұрады. Егер ортасында келетін болса, екі шетінен өтір қойылады. Ал егер сөйлемнің аяғында келетін болса, сөздің алдында өтір қойылады. Бұл жерде мысалға белгісі. Оқшау сөздерді табамыз бірінші. Бірінші сөйлемде ауылдастар, екінші сөйлемде ей дейді, абай, айналайын-ай. Үшеуі де оқшау сөз десек болады. Бәсе оқшау сөз, бәсе оқшау сөз. Келесі сөйлем, пах, шіркін дейді, оқшау сөз. Мәссаған оқшау сөз, әттеген-ай оқшау сөз. Енді бізде оқшау сөзді үшке бөлдік. Соны еске түсіреміз. Оқшау сөз, яғни мұнда қаратпа сөз, қыстырма сөз, одағай. Қаратпа сөз ол адамды өзіне қарату мақсатында қолданылатын сөз. Қыстырма өзінің көзқарасын білдіру үшін қолданылатын сөз. Одағай өзінің көңіл күйін білдіру үшін қолданылатын сөз. Енді қараймыз. Ауылдастар, қалалықтар келе жатыр дейді. Яғни сөйлеп жатқан адам өзінің ауылдастарын қарату үшін ауылдастар деп қаратпа сөзді қолданып тұр. Ей, абай дейді. Яғни өзіне қарату мақсатында қолданып жатыр. Бұнда қаратпа сөз дейміз. Мысалға бәсе, телғара ғой дейді. Яғни бәсе деп өзінің ойын көзқарасын, бәсе деп өзінің ойын көзқарасын білдіру мақсатында қолданып жатқан сөз болғандықтан бұны қыстырма сөз дейміз. Пах, шіркін дейді. Яғни бір нәрсеге, мысалға мына жерде пах, шіркін дейді. Яғни әнді тыңдап рахаттанып жатқандықтан өзінің көңіл күйін білдіру үшін, яғни пах, шіркін деп рахаттанып жатқандығын білдіру үшін қолданып жатқан сөз. Мысалға мәссаған, сіздің атыңызды сұрамаған екенмін дейді. Яғни мәссаған деп таңғалып тұр. Таңғалғандығын көрсету мақсатында қолданып жатыр. Сол сияқты. Ал әттеген-ай дейді. Осы Махамбет батыр секілді мықты болсам ғой дейді. Яғни армандап, қиялдап тұрған кезде өзінің эмоциясын, өзінің көңіл күйін көрсету мақсатында әттеген-ай деп одағай сөзді қолданып жатыр. Енді бізде осы одағай оқшау сөзге ұқсас сөз бар. Ол бізде шылау. Яғни қараймыз, екеуі де ұқсас. Шылауда оқшау сөзде сөз табы сөйлем мүшесі болмайды. Екеуі де сұраққа жауап бермейді. Екеуіне де сұрақ қоя алмаймыз. Екеуі де бір-біріне ұқсайды. Бірақ шылау
Бірақ шылау сөзбен сөзді немесе сөйлеммен сөйлемді байланыстырады, ал оқшау сөз ол тек қана сөйлемде көркемдегіш құрал ретінде қана, яғни өзінің көңіл күйін, эмоциясын білдіру, көрсету мақсатында ғана қолданылатын сөз. Шылау сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді қалай байланыстырады десек, фигура арқылы көрсетуге болады. Мысалға төрт бұрышты фигура сызамыз. Бірақ кішкентай бір бөлігін қалдырып кетеміз. Екінші жерден қарама-қарсы осыған ұқсас тағы да фигура сызамыз. Яғни шылау мысалға мынау сөз болатын болса, мысалға аза, мына жерде баке. Осы екі сөзді біз байланыстыру үшін, яғни осы екі фигураны байланыстыру үшін біз ортасына тағы да бір элементті қолдану керекпіз. Қандай элемент? Осыған ұқсас осындай элемент. Яғни бұл қалай байланысады? Мына жерге алып келеміз. Бұлай байланыстырамыз. Яғни екеуін байланыстырады. Мысалға, яғни шылау деген, мысалға, аза мен бәке екеуі бір-біріне байланысын тапты. Яғни мен деген шылау арқылы екі сөз бір-бірімен байланысын тапты. Ал оқшау сөз екі бүтін фигура. Оқшау сөз мысалға мына жақта мынандай. Оқшау сөз осы екі фигураның алдында, ортасында немесе соңында кездесе береді. Бірақ осы фигураларды бір-бірімен байланыстырмайды. Қазір мына жақтан Вен диаграммасы арқылы көрсетіп көрейік. Шылау, яғни шылаудың толық мағынасы жоқ. Сөзбен сөзді байланыстырады, немесе сөйлеммен сөйлемді байланыстырады, айырмашылығы. Ал одағай ойға қарай көңіл күйді білдіреді, сөйлемдегі сөздермен қарым-қатынасқа түспейді. Ал ортақтығы сөз табы сөйлем мүшесі болмайды және сұрақтарға жауап бермейді.